Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Құрметті тыңдарман қауым, қадірменді мұсылман жамағат. Бүгін біз кездесуімізде Аллахтың разылығын артық көру деген тақырыппен танысатын боламыз. Адам, егер оған оны жаратқан Раббысы Аллах тағала разы болмаса, ол бақытқа жете алмайды. Аллахтың разылығы бұл пенденің бұл дүниеде де, өлімнен кейінгі мәңгі өмірде де шынайы табысқа жетуінің кілті. Адамдар бұны өздеріңіз білетіндей екіге бөлінеді. Аллах тағаланың адамдары мен шайтанның адамдары. Біріншілер, яғни Аллахтың адамдары, олар бақытты адамдар, ал екіншілер бақытсыздар. Біріншілер Аллахтың разылығын қалап, соған ие болатындар, ал екіншілерді Аллах тағала оларға разы ма, Аллах тағала оларға разы емес пе, бұл оларды мүлде қызықтырмайтын адамдар болып табылады. Аллах тағала бақытты адамдар жайлы қасиетті Құран кәрімде былай деген: Радиаллаху анхум ва раду анх улаика хизбуллах аля инна хизбаллахи хумул муфлихун. Аллах олардан разы, олар да Аллахтан разы. Міне осылар Аллахтың тобы. Ендеше біліңдер, расында Аллахтың тобы, міне солар құтылушылар. Ал бақытсыздар жайлы Аллах тағала былай деген: Далика би аннаху муттабау ма асхаталлаха ва кариху ридванаху фа ахбата а'малахум. Бұл олардың Аллахты ашуландыратын нәрселерге ілесіп, оның разылығын жек көргендіктен, сондықтан да Аллах олардың амалдарын зая етті. Бақытсыз адамдар Аллахтан қашады, бірақ Аллахтан қашып, одан жасырынуға болады ма? Ал бақытты адамдар біздің өмірімізде және бүкіл ғаламда орын алып жатқан кез келген, тіпті ең кішкентай оқиға мен құбылыстың тек жаратушы Аллахқа ғана тәуелді екенін түсініп, оған қарай ұмтылады. Қанша өмір сүретініміз, қандай береке бірлікке ие болатынымыз, денеміздің қаншалықты сау болатындығы, қандай жоспарларды жүзеге асыра алатынымыз, қайсысын жүзеге асыра алмайтынымыз, бұның бәрі де тек ұлы Аллахқа тәуелді. Ол Раббы, яғни ол ғана барлық нәрсені шешеді. Ол ғана бәрін жаратады. Ғаламдағы бүкіл құдірет тек оған тиесілі. Барлық істерді тек ол ғана басқарады және билік етеді. Барлық адамдар мен әрбір жаратылысқа оның өмір сүріп тіршілік етуі үшін қажетті несібесін тек ол ғана береді. Ол ғана тірілтіп өлтіреді. Ол байытады және кедей етеді. Ол ғана береді және айырады, күлдіртеді және жылатады, жоғарылатады және төмен етеді. Құран кәрімде былай деп айтылған: Құлиллахумма маликал мульки ту'тил мулька ман ташау ва танзи'ул мулька мимман ташау ва ту'иззу ман ташау ва tudillu ман ташау биядикал хайр иннака аля кулли шайин қадир тулиджул лайла фин нахари ва тулиджун нахара фил лайл ва тухриджул хайя минал маййити ва тухриджул маййита минал хайй ва тарзуқу ман ташау биғайри хисаб. Айт, уа Мұхаммад, уа патшалық иесі Аллах, кімге қаласаң билік пен байлық бересің де, кімнен қаласаң билік пен байлықты алып қоясың. Сондай-ақ кімді қаласаң ардақтайсың да, кімді қаласаң қорлайсың. Бүкіл игілік сенің қолында. Шәксіз сенің күш құдіретің әр нәрсеге жетеді. Сен түнді күндізге айналдырасың, әрі күндізді түнге айналдырасың. Сондай-ақ өліден тіріні шығарып, тіріден өліні шығарасың. Әрі кімге қаласаң, соған сансыз несібе бересің. Әл-Имран сүресі 26-27 аяттар. Олай болса, біздің әр қайсымыз үшін ең бастысы Аллахтың разылығына қол жеткізу. Ол разылық ешкімге әшейін, яғни сұлу болған үшін ғана берілмейді деп айтылатындай берілмейді, әрі біреудің ақшасына да сатып алынбайды. Оған тек Аллахқа құлшылық ету арқылы, оның бұйырған және ол жақсы көретін істерді орындау арқылы, әрі оның тыйым салған және жек көретін нәрселерін тәрк ету арқылы қол жеткізуге болады. Ақылы толық адам ешқашан ешкімнің разылығын Аллахтың разылығынан жоғары қоймайды. Адамдардың көңілдерінен шығуды жаратушы Раббымыздың разылығынан артық көрмейді. Ал ақмақ адам әрі иманы әлсіз адам қандай тәсілмен болса да, тіпті Аллах жек көретін әрі разы болмайтын нәрселерді істеп болса да, адамдардың көңілінен шығуды, соларға ұнауды қалайды.
Ол үшін адамдардың пікірі мен олардың оған жақсы қатынас жасауы Аллах тағаланың разылығынан маңыздырақ. Ол адамдардан қорқады, бірақ өз Раббысынан қорықпайды. Бірақ істің шынайы мәні мұндай өмірлік қағида мен ұстанымның соңы тығырыққа тірелу, ешбір күмәнсіз ұтылу, күйреп құлау және ащы түңілу екендігінде. Неліктен? Өйткені сен солардың разылықтарын кез келген жолмен, тіпті Аллахтың разылығынан айырылумен болса да іздеген адамдардың саған ешқашан разы болмайтынын көресің. Барлық адамдардың көңілінен шығып, разылығына қол жеткізу мүмкін емес. Баласы және есегімен жолда келе жатқан адам туралы астарлы әңгімені есіңізге түсіріңіз. Әлгі адам баласын есекке мінгізіп, өзі қасында жаяу жүрді. Мұны көрген жұрт, мына адамның баласы неткен әдепсіз екен, өзі есекке мініп алып, әкесін жаяу жүргізіп қойыпты деді. Адамдардың мұндай айыптауын естіген әлгі әке мен бала орындарын ауыстырды да, енді әкесі есекке отырды, ал ұлы жаяу жүрді. Бірақ жолда кездескен адамдар, не деген рахымсыз әке, өзі есекке отырып алып, ұлын жаяу жүргізіп қойыпты деді. Адамдардың айыптауларына қайта ұшыраған әке енді баласын есекке өзімен бірге отырғызуды ұйғарды. Бұл жолы оларды көрген жұрт, мына рахымсыздарға қараңдаршы, бейшара жануардың үстіне екеуі қосылып отырып алыпты деді. Кейін әкесі мен баласы есектен түсіп, есектің қасында жаяу жүруге мәжбүр болды. Бірақ бұл жолы да адамдар оларды жайына қалдырмай, мына есалаңдарға қараңдаршы, есектері болса да қасында жаяу жүр деді. Адамдар оған разы болу үшін бұл адамға не істеу қалды? Есекті алып, арқасына отырғызып алу қалды ма? Расында барлық адамдардың көңілдерінен шығу мүмкін емес. Сондықтан да іс жүзінде шынымен де дұрыс, пайдалы, салиқалы және аса жоғары Аллахқа ұнамды нәрсені істеу қажет. Имам Әш-Шафиғи былай деген: адамдардың көңілінен шығу қол жетпес мақсат. Ендеше маған сау ақыл парасат жолын ұстану ғана қалды. Өзіңе пайдалы болған нәрсені істе де, осыда бекем тұр. Яғни Аллах жақсы көретін істерді істеңіз, сонда бұл сізді жетістікке жетелейді. Бірде бір кісі Хасан әл-Басриге: кейбір сізбен араласып жүрген және мәжілістеріңізге келетін адамдар осыны сізден әлде бір айып тауып, сосын осыны сізге қарсы дәйек ету үшін істейді деп айтқан болатын. Сонда бұл ұлы имам, дін мен сүннеттің білгірі, салиқалы әрі дана Хасан әл-Басри әлгі кісіге: бұл жайлы еш уайымдама. Расында мен өз жанымды жәннат бақтарын қалауға үндедім. Және ол соларды қалады. Кейін мен оны тозақ отынан құтылуға үндедім. Әрі ол құтылуды қалап аңсады. Ақырында мен оны елдің наразылығынан арылуға үндедім. Бірақ осыған жетудің ешқандай жолын таппадым. Өйткені адамдар тіпті өздерінің жаратушысы, ризық берушісі болған Аллахқа наразы болып жатады ғой. Ендеше олар қалайша өздері секілді жаратылысқа разы болмақ деп жауап берген екен. Муса алейхиссаламның бірде былай деп айтқаны жеткізіледі: уа Раббым, адамдар мен жайлы шын мәнінде жоқ, іс жүзінде болмаған нәрселерді айтады. Яғни Муса Аллахтан өзін адамдардың осы әділетсіздігінен құтқаруын сұрады. Сонда Аллах тағала: уа Муса, мен сенің сұрап жатқан нәрсеңді тіпті өзім үшін істемедім, ендеше оны сен үшін қалайша істеймін деді. Басқа әйгілі ғұлама имам Малик ибн Динар бірде былай деген екен: мен адамдарды танып білгеннен бері олардың мақтауларына да қуанбаймын, олардың сөгістеріне де ренжімеймін. Адамдар одан мұның себебін сұрағанда, имам: өйткені олардың мақтаушылары мақтауда, ал олардың айыптаушылары айыптауларында шектен шығады деп жауап берді. Бұл ақиқатты салиқалы, иманды, тақуа адамдар ежелден ақ біледі. Сондықтан да олар адамдардың разылығы деп аталатын сағымнан гөрі Аллахтың разылығын артық көреді. Имам Әш-Шафиғи тағы былай деген екен: кез келген адамның оны жақсы көретіндері де, оны жек көретіндері де болады. Әрі бұл міндетті түрде болуға тиіс екен. Онда адам Аллахқа мойынсұнушылармен бірге болсын. Барлық адамдардың жүректері ешқашан саған деген сүйіспеншілікте бірікпейді. Олардың арасында міндетті түрде сені мақтайтындар да, сені сөгетіндер де болады. Ендеше Аллахтың жақсы көретін ісімен айналыс. Адамдардың сен туралы айтатын әңгімелері мен шығаратын үкімдеріне өлшем ретінде қараудың қажеті жоқ. Барлық адамдардың разылығына жету бұл мүмкін емес. Сондықтан да бұл Құранда да, сүннетте де бұйырылмаған. Құран мен сүннетте әділдік жасау, адамдардың құқықтарын орындау және ізгілік жасау бұйырылған, бірақ олардың разылықтарын іздеу әмір етілмеген. Бұл тіпті құпталатын да амал емес.
олардың кейбіреулері сізге міндетті түрде наразы болады. Сондықтан да адамдар сізге наразы болса да, бірақ Аллах сізге разы болған жағдайда болғаныңыз сіз үшін жақсырақ болады. Бұл сөз үшін адамдар да сізге наразы, Аллах тағала да сізге мүлде разы болмайтын жағдайдан жақсырақ. Бірде Мұхаммад пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам сахабасы және мұсылмандардың 5-ші халифасы, алғашқы әрі ең жақсы патшасы болған Муауия, Аллах оған разы болсын, мүминдердің анасы, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам ізгі әйелі Айша анамызға радиаллаху анха, маған өзіңізден бір қысқа өсиетпен хабар жіберіңіз деп хат жазды. Сонда Айша анамыздың оған жауап хатында не деп жазғанына назар аударыңыз. Саламун алейк, әмма бa'д, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليك. Ассаламу алейкум. Кейін расында мен Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам былай дегенін естігенмін. Кім адамдарды ашуландырып болса да, Аллахтың разылығын іздесе, Аллах тағала оны адамдардың зияны мен ашуынан құтқарады. Ал кім Аллахты ашуландыру арқылы адамдардың разылығын іздесе, Аллах оны сол адамдарға тапсырып қояды. Ассаламу алейкум. Хадисі Әт-Тирмиде келтірген, Шейх Аль-Албани хадисті сенімді деп атаған екен. Демек, Аллахтың разылығын іздеген адамды Аллах тағала басқалар әкелген қиындықтардан қорғап, оларды құтқарады. Оны Аллах тағаланың өзі қорғап, оны қамқорлыққа алады. Ал кім Аллахты елемей, адамдардың разылығын іздесе, Аллах тағала ондай адамды сол адамдарға тапсырып қояды. Яғни, оларға оны ренжітуге, оған зәбір көрсетуге, оны жәбірлеуге мүмкіндік береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген еді: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. Кім Аллахтың разылығын, тіпті бұл адамдарды ашуландырса да іздесе, Аллах оған өз разылығын да, адамдардың разылығын да нәсіп етеді. Ал кім Аллахты ашуландырып, адамдардың разылығын іздесе, Аллах оны өзінің де, адамдардың да наразылығына ұшыратады. Адамдарға ұнамаса да, Аллах тағаламен жақсы қарым-қатынасын сақтауға тырысатын адам ақылды адам. Егер құл Аллахтың разылығы үшін шынайы әрі ықыласты түрде талпынса, Аллах оған разы болады және өз мейірімін төгеді. Өйткені ол жомарттардың жомарты. Сондай-ақ Аллах тағала басқаларды да бұл адамға разы қылады. Аллах олардың жүректеріне оған деген сүйіспеншілік пен рахымдылық орнатады. Өйткені адамдардың жүректері Аллахтың иелігінде. Ал Аллахтың құқықтарын бұзып болса да, адамдарды разы етуге тырысқан, адамдармен жақсы қарым-қатынастарда Аллахпен жақсы қарым-қатынастан жоғары қойған әрбір адам ұмтылған нәрсесінен керісін алады. Яғни, Аллах адамдардың жүректерін одан кері бұрады да, оған наразы, ашулы етіп, оған қатысты қарым-қатынастарын нашарлатады. Аллах тағаладан қорқуға қарағанда адамдардан, олардың пікірінен қаттырақ қорқатын адамдар қаншама десеңізші. Олар адамдардың сөздерінен қорқып, Аллах елшісінің жолын ұстанудан, намаздан және жаратушының басқа бұйрықтарынан бас тартады. Немесе керісінше тіпті жаратушы тыйым салған нәрселерді істеп жатады. Ал сол адамдар сізді Аллахқа деген мұқтаждықтан немесе оның азабынан құтқара алады ма? Ендеше оларға байланудың қажеті не? Егер олар бәрібір ештеңе шеше алмайтын болса, онда олардың разылығының қуудан не пайда? Сіздің жақсылыққа жетуіңіз де, зиян көруіңіз де, оның бәрібір Аллахтың қолында. Сізбен тек Аллахтың тағдырыңызға жазғаны ғана орын алады. Сондықтан да шын жүрегіңізбен тек Аллахқа ғана тәуекел етіңіз. Сонда сіздің жаныңыз тыныштық табады. Бұл кейбір адамдарға ұнамаса да, жаратушыға мойынсынуға ұмтылу қажет. Сіздің тазалығыңызды, Аллах тағаланың әмірлерін орындауыңызды ұнатпайтын адам дер кезінде есін жиып осынысынан қайтпаса, ертелі-кеш Аллахтың алдында қор болады. Жаратылған әлде біреу үшін Аллах тағаланы ашуландырмау керек. Өйткені бұл жағдайда біз Аллах тағаланың наразылығына да, адамдардың наразылығына да ұшырап, екі жақтан да зардап шегетін боламыз. Оның өсиеттеріне пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам өзі құлақ салуға кеңес берген ардақты сахаба Абдулла ибн Масуд мынандай керемет өсиет берген екен. Ешбір жағдайда мен әрқашан басқа адамдар секілдімін. Егер олар тура жолмен жүрсе,
мен де солармен біргемін, ал егер олар адасса, мен де соларға еремін деп айтатын бейімшіл кімсе болма. Сөзіміздің соңында әлемдердің Раббысы Аллах тағалаға мақтау мадақтар, пайғамбарымыз Мұхаммадқа, оның отбасына және оның сахабаларына Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын деп айтамыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.